достар, бүгін мен сіздерге өзімнің ежедневниемді көрсеткім келіп тұр. Менде данный момент 3 ел. Бұл менде 25 Робин Шарманың техникасын жазуға арналған блокнот. Ол техника туралы мен өзімнің инстаграмымда пост жазғанмын. Сонда өтіп оқып көрсеңіздер болады. Бұл техника өзіңіздің самооценкаңызды көтеруге арналған. Және де менде мынандай кітаптар бар. Дневник благодарности. Бұл менде алғыс дәптері, шүкіршілік дәптері деп атасаңыз да болады. Бұл енді үшін көрсетудің қажеті жоқ шығар. Әркім өзінің өміріне шүкірлерін жазады. Бұл Робин Шарманың 25 деген техникасына арналған блокнот. Бұл менде негізі бұның басталмасы тоже жаңағы әртүрлі оформление, айлаға арналған разбороттар жазуға арналғандығым, но мен мұнаны сатып алдым и мынау автоматический черновик болып кетті қазір мен бұнда. Осы видеоға арналған идеялары, контент, пландарымды, короче, бәрін данный момент мен қолданып жүрген менің ең сүйікті блокнотым бұл осы айбасаларда алдым таңдайына арнап қойған жерден. Келесі жылға дейін жетеді деген ойдамын. Қазір осының үшін сіздерге көрсететін боламын. Осындай ринкасы бар. Қазір. Та-дам. Так. Бұл менде алғашқы беті. Бұл наклейкаларды мен өзім жасадым. Алғашқы бетін шілей қатты оформление қажет етпейді. Өзіңізге ұнаған вариантта. Одан кейін тазалық тәртібі, яғни расхламление. Бұл жерде мен киімдер, яғни жаздық киімдерді, қыстық киімдерді керек емесін тастап, керегін алып қап, расхламление жасадым. Әртүрлі қарай өздеріңіз оқып көрсеңіздер болады. И TikTok трекер, как и всегда. Бірінші блокнот арнаған кезде мен міндетті түрде TikTok трекер жасаймын, себебі көбіне TikTokқа видео саламын. Мен айттым ғой, 27 мың оқырман жинадым деп. Но оның 3 мыңы жаңа отписка жасап, қазір менде 24 мың оқырман и қазіргі менің мақсатым 25 оқырманға жету. Одан кейін уақиға сүресі мен мүлк сүресі. Егер уақиға сүресін күнде оқитын болсаңыз, кедейліктен сақтайды. Уақиға сүресін күнде оқып жүруге тырысыңыздар. Бұл туралы мен TikTok'ымда тоже антидот түсіндірілген ақпарат бар. Ал мүлк сүресі қабір азабынан құтқарады. Бұны жатарда күнде оқу керек. Енді арасында оқимаған күндер бар, ол ештеңе етпейді. Келесіде будем исправить дейді ғой, сондай. Одан кейін менде кітап оқу трекері. Данный момент мен 3 кітап оқып жатырмын. Жаңа Құран кәрім, ты сама себе психолог и 21 день, 21 день люби себя. Бұл жаңағы 21 күндік айнамен техника жасап самооценканы көтеретін кітап. Бұл кітаптарды оқуларыңыз келсе, менің телеграм каналыма өтіңіздер. Ссылкасын описанияға қойып кетуге тырысамын. Барлық кітаптардың электронды нұсқасы бар. Одан кейін күнделікті әдеттер. Алғыс дәптерін толтыру, зікір айту, салауат айту, медитация жасау, танцы, 25 жаңа мен техникасы самооценканы көтеруге арналған фейс-фитнес. Бұл арналған фейс-фитнес
көрдім. Одан кейін балкон бұл да дорама бастап жатқан челлендж. Бұл туралы ютубта отдельно түсетін боламын. Жаңа нәрсе былтыр аяқтап біткен жоқпын. Аяқтағанда көрсететін боламын. Әзірге осы беттің бәрі. Мен блокнотымдағы барлық осы толтырған видеоларды көргіңіз келсе, тиктогыма өтіңіз, тиктогыма тіркеліңіз, и потом сол жақтан көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға рахмет, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.